Баршаңызға сәлем, құрметті көрермен. Бүгін мен сіздермен Айгүл Қалиқызы. Сіздерге бүгін өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын творожный пирог жасап көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп лайк басып, видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Қант ұнтағына бір жұмыртқамызды қосып, екеуін әбден жақсылап араластырамыз. Қант ұнтағының орнына қантпен де дайындасаңыздар болады. Жұмсақ сары майымызға езіп алған қант ұнтағы мен жұмыртқамызды құйып, жақсылап араластырамыз. Пирогымызға қосатын барлық заттарымыз бөлме температурасында тұрған жылы болу керек. Ендігі кезекте какаомызды електен өткізіп барып қосамыз. Міндетті түрде електен өткізіп қосыңыздар. Өйткені какаомыз іртік болып қалуы мүмкін. Ары қарай какаомызды да жақсылап әбден біріккенше араластырамыз. Қамыр қопсытқышымызды да ұмытпай қосып, бір араластырып жібергеннен кейін електен өткізіп алған ұнымызды екіге бөліп қосып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Ұнды бірден қосып илемейміз, шетінен салып илейтін боламыз. Пирогымыздың қамырын қатып қалмас үшін осы пирогқа кеткен ұнымыздың салмағын видеоның астындағы описанияға жазып қалдыратын боламын. Міне достар, осылай қамырымызды жұмсақ қылып илеп алғаннан кейін қамырдың 150-200 граммдай бөлігін үзіп алып, пищевой пленкаға немесе салафанға салып, мұздатқышқа салып 1 сағат қатырып аламыз. Ары қарай екінші қамырымызды да салафанмен бетін жауып, бір шетке қоя тұрамыз. Ендігі кезекте пирогымыздың ортасына салмасын дайындаймыз. Творог міндетті түрде жоғары пайызды болу керек. Творог, қант, қаймақ, бір жұмыртқамызды жарып салып, блендермен жақсылап еземіз. Блендерлеріңіз болмай жатса, міндетті түрде ситадан өткізіп алыңыздар. Салмамыз осындай майда болып шығу керек. Енді осы салмамызды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз да, шоколадымызды ерітіп, бір бөлігіне қосып жақсылап араластыратын боламыз. Пирог пісіретін формамыздың диаметрі 24 диаметр. Ортасына пергамент қағазын салып, осылай қолымызбенен жайдақтап аламыз. Бір тегіс болу керек. Немесе оқтаудың көмегіменен жайып салсаңыздар да болады. Шет-шетіне бортигін шығарып алғаннан кейін, артық қамырларын осылай пышағымызбенен кесіп алып, тоңазытқышқа салып қоясыздар. Қамырымыздың ортасын шанышқымен осылай шанышып алғаннан кейін, дайындап алған салмамызды салып, бір тегіс қылып жайғастырамыз. Шоколадты начинкамызды да осылай кондитер мешогына құйып алып, өзімізге ыңғайлы болу үшін осылай пирогымыздың бетіне құйып шығамыз. Ары қарай жақсылап бір тегіс қылып жайғастырамыз.
Пирогымыздың ортасына 2 салмамызды да осылай жақсылап құйып алғаннан кейін мұздатқышта тұрған қамырымызды алып, үккіштің көмегімен осылай өткізіп аламыз. Пирогымыздың барлығы жан-жағының бары тегіс біркелкі болу үшін шаңышқының көмегімен осылай жайғастырамыз. градуста ысып тұрған пешімізге пирогымызды 40-45 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне достар, ап дегенде пирогымыз да дайын болды. Міндетті түрде бала-шағаңызға жасап беріп, немесе шақырған қонағыңыздың алдына қойсаңыздар болады. Бүгінгі көрсеткен видео рецептім сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, осы видеоның астына лайк басып, жақсы пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Бүгінше осы, сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.